Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 15-ші сабақ. Бүгінгі тақырып не үйрендім? Бүгінгі сабақта шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бере аласың ба? Өзіңді тексер. Бірінші тапсырма: анықта сұрақтар дұрыс емес деп жауап беріңіз балалар. Зиянды ойындарды ойнаймын, деді Зияда. Бұл дұрыс емес. Ораздың ақлағы жазылды. Дұрыс. Кәрім Абай атаның үйі нағыз Сахараның ақ күмбезі, деді. Жауап дұрыс екен балалар. Келесі екінші тапсырма: кейіпкерлерді атап жаз. Кітапты сүйіп оқитын бұл Қартқожа, ақлағын емдеп жазған Ораз, май шайқап құрт қайнататын әжем. Тірек сөздер арқылы өз ойыңды жеткізе аласың ба? Тексеріп көр. Келесі үшінші тапсырма: берілген тірек сөздерді және суреттерді пайдаланып сөйлемдер құра. Тірек сөздер: қыркүйек, жүзі жайнап, қызылгүл, қымыз, айран, көк көйлек, үш ішекті домбыра, қызыл күрең кілем, дөңгелек үстел. Бірінші қыркүйек білім күні. Балалар жүздері жайнап мектепке келді. Мен мұғалімге қызылгүл бердім, әжем айран ұйытты. Маған көк көйлегім ұнайды. Киіз үйде үш ішекті домбыра ілініп тұр, қызыл кілем төселген, ортасында дөңгелек үстел бар. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.